пендеміз ғой біз. Таңертең оянғаннан кейін тіс жуу бізде әдетке айналған. Тісіміз жуылмаса, аузымыздан бір жағымсыз иіс шығып, өзімізді ыңғайсыз сезінеміз. Соған байланысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, Аллаға ең ұнамды иістердің бірі осы ораза ұстаушының аузынан шыққан иіс дейді. Енді пенделікпен зубный пастамен жуатын болсақ, күндіз жуатын болсаңыз, аузыңыз берік емес кезде проблема жоқ. Берік кезде жуатын болсаңыз, дәмін жұтып қою қаупі бар сумен тіс жуатын кезде. Сол себептен сол қауіпті жоққа шығару үшін мынандай мисуак қолдансаңыз болады. 200 теңге ма, 250 теңге ғана тұрады. Сол мисуак арқылы сіздің тісіңіз тазаланады. Осы мисуакты қолданғаныңыз үшін өлім аузында болған адамның аузына кәлима түседі. Яғни соңғы сөзіңіз кәлима болады. Алладан басқа Құдай жоқ, Мұхаммед оның елшісі деген. Осы арқылы сіз пайғамбарымыздың сүннетін туғызасыз, тісін тазалайсыз. Еще күшті иіс береді. Және пайдасы көп қой. Так что мындайды сатып алып күнде қолданып жүрсеңіз болады.